Рамадан Челлендж. Пособие о правильной трансформации в священный месяц. Қадірменді бауырлар, шын жүректен сіздерді және сіздің жақындарыңызды көптен күткен мейрам Рамазан айының басталуымен шын жүректен құттықтаймын. Алла тағала жүректеріңді иманмен байытсын, шыдамдылықтарың мол болсын, ойларыңыз таза, ниеттеріңіз игі болсын, үйлеріңізде молшылық болсын, мұқтаж жандарға көмектеріңіз мың есе қайтарылсын. Әр сөзіңіз, әр ісіңіз мәнді, сәнді және шынайы болсын. Қасиетті Рамазан айы шын мәнінде өздеріңіз білетіндей исламның тіректерінің бірі. Исламның тіректерінің бірі болып қасиетті Рамазан айы хиджрдың 2-ші жылы, яғни пайғамбарлықтың 15-ші жылынан бастап саналған. Бұған дейін Рамазан айында ораза парыз емес еді. Кейін ораза парыз болып есептеліп, оны ұстау керектігі міндеттелген. Яғни Рамазан айында ораза ұстау парыз. Расында да Рамазан айындағы ораза қарапайым тілмен айтқанда су тамақтан бас тарту, былайша айтқанда аштық. Аштық дегеніміз не? Күнделікті көріп, күнде сезініп жүрген барлық игіліктерден бас тарту. Ең алдымен осындай қарапайым игіліктерден айырылған адамдарға жақын болу. Екіншіден, астан судан және де тағы да басқа заттардан тазарту немесе алыстау арқылы адам баласы рухани дамуына, өзгеруіне көбірек уақыт қалдырады. Оразаның адам денсаулығына пайдалы екендігін жаһандық деңгейде, тіпті қазіргі ғылымда растап отыр. Жалпы Алла тағала оразаның парызын және оның не үшін қажет екенін нақты түсіндірмеген. Бірақ қазіргі ғылым арқылы біз оразаның денсаулыққа, адам денсаулығын жақсартуға өте жақсы әсер ететінін білеміз. Яғни жаңарту болады. 11 ай бойы үздіксіз ішетін, үнемі тамақтанатын, үнемі өңделетін ағзаларымыз жаңарып, бір ай демалады. Ораза айы бастамалар айы, жақсы өзгерістер айы. Мен әркімге өз алдына мақсат қоюға кеңес берем. Рамазанда қандай нәрсеге қол жеткізгісі келеді? Біз бұл жобамен тек мұсылман қауымына ғана емес, мұсылман еместер үшін де өте пайдалы екенін дәлелдегіміз келеді.